Баршаларыңызға сәлем бердім. Бүгін сіздермен бірге сатып алынған дәнектерімізді осылай әдемілеп жуып өзіміз қолдануымыз керек. Сол үшін сіздерге осы дәнектердің жуып кептіру жолын көрсететін боламын. Бізбен бірге болыңыздар. Ең алдымен өрігімізді ыстықтау суға жақсылап жуып аламыз. Қолмен ысталынған, шаң болған бүкіл микробтардың барлығы осылай ыстық суда кетеді. Міне жуылды. Енді табамызға үстіне қағазымыз төсеп осылай жайып қоямыз. Енді келесі мейізімізді, қара мейізімізді осылай ыстықтау суға жуып аламыз жақсылап. Микробтары, шаңдардың барлығы кететін болады. Сөйтіп онтта осылай табамызға осылай жайып аламыз. Енді жаңғағымызды онтта жақсылап осылай жуып аламыз. Қап-қара кір шығып жатыр, міне қарап тұрсаңыздар. Онтта осылай жайып духовкамызға 10-15 минутқа қойып аламыз. Міне жақсылап дайын болды. Енді оны ыдысымызға салып өзіміз жей берсек болады. Міне түрі де әдемі болып шықты, шаңдары да кетті. Тап-таза әдемі болып шықты. Барлық магазиннен, дүкеннен сатып алған сухофруктиларымызды осылай жуып қолдануымыз керек. Өйткені өзіміздің денсаулығымыз өзімізге қажет. Сондықтан осылай пайдаланыңыздар.